Сәлематсыздармы, тыңдарман қауым? Микрофон алдында Раушан Бестемеева. Әуе толқында Қазақстан Қарағанды облыстық телерадио компаниясының ұйықтап жатқан жүректе ән оятар айдарынан кезекті хабары. Қайырлы күн, қымбатты Алаш деген халықтың өнерсүйер қауымы, ғасырлардан мирас болып үн қатады ән күйшіне қош келдіңіздер. Қадым ғасырлар қойнауынан ата-бабаларымыздың ең асыл мұрасындай бүгінгі күнге дейін үзілмей жеткен киелі өнеріміздің бірі ән күй өнері. Бұл өнер әуелі бесік жырымен тербетіліп, ауылдың алты ауызымен жетіледі. Сосын албақан үстінде мақпал түнмен әуелеп, үлкенді кішілі той домалақтарда қанаттанып, алты алашты аралап кете барады. Әйгілі шығыстанушы ғалым Рарловтың маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай болады деуі осыдан шықса керек. Қазақ халқының әнге, күйге құмарлығын Варшава университетінің профессоры Яновский келтірген мына бір деректен айқын аңғаруға болады. Онда былай делінген: рухани жағынан қазақтар дарынға бай халықтар қатарына жатады. Ән әуендері мейлінше алуан түрлі, әрі бірегей. Қазақтардың айтуынша, бір кездерде жер үстінен ән қалқып өткен және ән жер бетіне жақындап өткен жерлердегі адамдар әнді жақсай көді үйреніп алған. Ән қазақтардың көшіп жүретін даласы үстінен өте жақын ұшып өткендіктен де қазақтар ән айтудан алдына әлемде жан салмайды. Осы бір аңыз астарында үлкен шындық жатыр. Халқымыздың ән күйі туралы аңыз әфсанадан бастау алған байырлы өнер шежіресі есімі ел ішінде ғана емес, исі түрік жұртына мәшһүр, тіпті ортақ тұлғаға айналған тарландарымызды алға тартады отыр. Ән домбыра Мейрамбек Жанболатовтікі орындайтын облыстық және республикалық фестивальдардың лауреаты Ерлан Құжанов. Sağlamdanla marjanımda şeşeyin Qosul təni evinimi dombara Qonur geçti qonur rengi basayın En dombara bir dombara Şalğansın bağlama Jiztandayım bozburgayım Sayraşı bir tağıma Jiztandayım bozburgayım Sayraşı bir tağıma Oldum bana sirip olğan jasımdan Sensin qımbat şirdigi bala soldan Bağalardan amanatım arqala Keldim sonum vaqta qalğan qasırdan En dombara jordum bağra Terbeçe bir şanımda Tel bilgeşim bol bol olsun Tağamalı şatşav benimdi Tel bilgeşim bol bol olsun Tağamalı şatşav benimdi Dağamenin tavını Berizindi Hasırlardan dağlıda Sen söylesen ki birini Tolgama
көңіл сазым ең дауысаған не дейін қоңыр қазым көңіл сазым ең дауысаған не дейін Қазақ күйлерінің түр бітіміне, әуендік құрылысына зер салғанда, оқшау арна тартқан бірнеше ерекшелік назар аудартады. Ол ерекшелік қазақ күйлерінің тартылу дәстүріне, түр бітіміне және әуендік құрылысына байланысты ел арасында айтылатын төре күйлері, төре тартыс деген ұғымға назар аудартады. Бұл дәстүрдегі лирикалық күйлер сезімталдығымен ерекшеленеді. Төре күйлердің дәстүрін бір жолата орнықтырып, төре тартысты тұтас бір мектеп ете алған адам Шығайұлы Дәулеткерей. Сондықтан да болар Ахмет Жұбанов Дәулеткерейді төре күйлердің атасы деген. Әрине Дәулеткерей тақыр жерден өнген дарын емес, ол өскен ортада күйшіліктің әбден қалыптасқан дәстүрі болған. Соқыр Есжан, Байжұма, Мүсірәлі сияқты күйші домбырашылар орда төңірегінде құлақ түргізген дарын иелері. Дәулеткерей осы күйшілердің дәстүрін шабыт тұғыры еткен. Сол күйшілер арқылы ғасырлар тұңғиығынан жалғасқан асыл мұраны өнеге тұтқан. Бұл орайда Дәулеткерейдің өмірдің мәні мен сәнін сұлтандық биліктен емес, күйшілік өнерден тапқан деуге негіз бар. Ол өзі ғұмыр кешкен алмағайып өткелі заманда күйді өзіне жұбаныш етумен тынбаған. Күй арқылы қоғамға, заманға үкім айтқан суреткер. Алдарыңыздан Арқа сазы ансамблі Көрғылып алғашқы кезеңде шығарған күйлері жарқын сезімге, сұлу суреттерге бай. Жастық шағында ұлы күйшінің жақсыға қызыққанын, жүрекке құмартқанын, сұлуға сүйсінгенін, тіпті жастыққа жарасатын жалын сезімге бой алдырған кездерінің аз болмағанын айқын аңғарамыз. Бұған сол кезде дүниеге келген қыз ақжелең, қосалқа, ысқырма, желдірме, қоңыр, құдаша сияқты күйлердің тақырыбы ғана айғақ емес, ең алдымен осы күйлердің жүрек тербер сазы, қалтқысыз сезімі бозбаладай елпілдеген мінезі куә. Болсам да тәттініңді сан тыңдаған, жоқ әлі құштарлығым салқындаған. Домбыра күй арқылы ұқтырдың сен, халқымның қасиетті салтын маған. Дәулеткерейдің күйі желдірме, орындайтын Арқа сазы ансамблі.
туады демекші, төрегейлердің арасы дәулеткерейден бастап алып, қазақ халқының рухын асқақтатқан Нұрғисамен ұласады. Бір оркестр жалғыз дара домбыра, құйқылжытып көшіреді қондыра, сиқырлайды, дуалайды сазымен, бар ғаламды баурап алар мол мұра. Сиқыр сазын тыңдататын Нұрғиса, ару көрсе арқаланар Нұрғиса, дуға кірсе марқаланар Нұрғиса, сырда, құмда, саржайлауда, сайранда, жайықта да, арқада да Нұрғиса. Я, Нұрағам есі қазақ перзент емес, ол тұтас түркі жұртына ортақ ұлы тұлға. Өнер сүйген үлкен кіші, әрине Нұрағамды дарынды композитор, қайталанбас дирижер, дәулескер домбырашы ретінде жақсы таниды. Бітім болмысы бөлек, қазақ айтатын 8 қырлы ұландарымыздың бірі ғана емес, бірегейі, халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиев. Тілендиев жазған күйлер тыңдаушысын қуанта да алады, жұбата да біледі. Толғандыра отырып ойландырады, әлдилей отырып әдемі әсерге бөлейді. Онда атадан балаға мирас болып келе жатқан адамгершілік қасиеттер, инабат еріндері, мейірім мен рахым шапағаты жаныңды баурайды. Онда мұқалмас жігер, қанаттандырар қайрат, өрлік пен өжеттілік, ұлттық рух бар.
қалдырмаса, енді 10-20 жылдан кейін де дәл бүгінгі құдірет күшін солай сақтайды. Өйткені ол ықылым заманғы бабалар рухымен сабақтасып, ата толғауы көш керуен, атадан мұра менің бабам Қарасай, жеңіс салтанаты, аққу және басқа да ондаған күйлерінің репертуардан түспей келе жатқанының сыры осында. Жетті олмаған ғасырдың терең түбінен, үзілмесін еткен жаныма жақын үнінен, мәңгіге тозбас халқымның құдірет асылы, алдыма сені тізерлеп тұрып жүгінем. Нұрғисаның күйі аңсау орындайтын арқасаз ансамблі. Мәдени шараның негізгі мақсаты неде дер едіңіз? Балқаш қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінен Әбдіріп Жұмагелді Дәулетбекұлы. Енді бұл шара біздің Қазақстанның кәсіби профессионал композиторлары ғой енді. Біздің ең алғашқы осы профессионал кәсіби деңгейге жеткізген Евгений Брусиловский, Нұрғиса Тілендиев, қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың осы мерейтойларына арналған музыка бөлімінің балалары отыр, мына жерде мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мамандары отыр. Сондықтан сондай бір үлкен қобалжыспен күтудеміз. Біздің бөлімде бәріміз біз қазақша
бүкіл документтердің барлығы, құжаттардың барлығы қазақша толығымен. Біз тек қана қазақша сөйлейміз. Бірақ енді өткен қиыншылықтар бар, оның бәрін кесіп пішіп әрі қарай дамытып шешіп жатырмыз. Аномастика, жаңағы көшелердің қазіргі күнде пайда болып жатқан сауда орындарының маңдайшасындағы жазулар, жаңа құжаттарын даярлауда үлкен жұмыстар енді облыстық департаментпен қосып жұмыс жасап жатырмыз Мұсабек ағаймен. Ал енді өзіңіз мәдени шара барысында атқарып жатқан жұмыстар жөнінде не айтасыз? Сонымен бірге біздің өткен тарихымызды жаңғырту керек, әрі қарай дамытып, өрістету, кейінгі ұрпаққа соны сыйытып тарту сіздермен біздердің мақсатымыз ғой. Сол осы бағыттағыз. Бұл бағыт енді биылғы жыл өте қызық. Мәдени шаралар үлкен, осындай үлкен біздің кемеңгер кәсіби профессионал композиторларымыз жаңағыдай осындай кәсіби біздің жеріміздің тарихы болсын, өзіміздің туған жерімізде өсіп өнген ол адамдардың осындай мерейтойларына көп болды. Енді жақында ғана 140 жыл мерейтойын аталып өтілді. Ол енді өзі қалалық аймақта болса да, бірақ үлкен Астанадан ғылыми практикалық конференциядан басталды. Одан кейін жерленген жері қасиетті Бектауада деген жерде үлкен сол кісінің жатқан жері қалыпқа келтірілді. Одан кейін жаңа міне осы Арқасазы біз облыстық мәдениет департаментпен тығыз байланыстамыз. Осы міне бүгінгі отырған балалардың танимын мен. Өткен осы кісілер бізге сол Шашубайдың 140 жылдығына келген. Сол кейінде өткен сол бүкіл мерекелердің бәрі біз арқылы өтеді. Тәжірибеміз сондай-ақ биылғы жылы Абай бабамыздың 160 жылдығы бүкіл барлық мәдени шаралардың барлығы сол Абай Құнанбаевқа байланысты. Жақында ғана Абай оқуларын өткіздік біз. Бізбен бірге болыңыздар. көркем фильмдерге, спектакльдерге, мультфильмдерге жазған музыкаларын былай қойғанда, вокалдық жанрда 400-ден астам ән жазыпты. Уақыт тезден өткен, әсіресе жан сәулем, кел еркем, алатауыма, өз елім әндері тойдың сәні. Бір күба болының өзі неге тұрады? Нұрғыс әндері танымен ғана емес, мәнісімен маңызды, елдің сүйіп айтуы да содан. Алдарыңызда күндер ай әні орындайтын әнші Ерлан Құжиманов.
bal emizgen günler sol günlerde kelimizde günler sen lasıra kalsak oldu berimizden berimiz iyi gitsin silsilik gizgen günler Lasırla kalsak oldu berimiz iyi gitsin silsilik gizgen Maysada ağlısatın gündür ay Jorga menip şarsatın gündür ay Keş bakanda amalsızdan erin koştası Taң atqanda məhz olsun tapsatın gündür ay Erin koşması Taң atqanda məhz olsun tapsatın gündür ay Korkuzum tapmay telen gündür ay Küydüm düğü bakmay toğun gündür ay Aylık işte rottu bolgan köptü bolgan kögülder Taң atqança məhz olsun şatmay toğun gündür ay Köptü bolgan kögülder Taң atqança məhz olsun şatmay toğun gündür ay Жайлы араларыңызда Қарағанды мемлекеттік университет қаламыздағы Ақсұңқар поэзия отауының мүшесі жас ақын Мырзахметова Перизат Нұрғис ағамыз жайлы өлең жазыпты, соны қабыл алыңыздар. Ағандарыңызға күлкі түсіндей отырып, осы кешке азғантай ғана базарлығым бар, соны қабыл алыңыздар. Дала күйі тебіренткен жүрегін, саржайлаумен күмбірлеткен ғанелін, оңыраға сәйгүлігі қазақтың дала едік, дара едік бір едің. Құдіретсің, мен соның артабынам, даладағы күй тұлпары ән қыран, сақараны әлдейлеген күмбірмен, оңыраға қолыңдағы домбыраң, жылдар өзге болсадағы ендігі, қазағыңның жүрегісің сен бүгін, оңыраға сыр сазыңнан есіп тұр сарыарқаның көк аспанның кеңдігі. Бал еді ғой, домбырада бармағың, күйіңде бар ғой, қайраты бар жанның, отырардың өшкенінің қоздырған, барма екен дүниеде арманың. Оңыраға күй бәйтерек жарағым, күйсісің қазақ үшін дараның, оңыраға жүректердің күйсің, оңыраға дауысысың даланың, нұраға көл жағалай қалдың алды, шертпеген шанағыңда назың барды, қалдырған домбыраңды аманат қып, үкіл үміт отырар сазың қалды. Қазақ күйшілік дәстүрінде Құрманғазы бір дәуір, Тәттімбет бір дәуір. Қазақ халқында әдетте күй десек аузымызға күй атасы Құрманғазы оралады. Қаншама жылдар өтсе де артына өлмейтұғын мол мұра қалдырған осы Құрманғазы Сағырбаев дер едік. Мұңдасы көшкін елдің қиялдасы, ал тебірен ақсақалды күй атасы, келеді сені тыңдап баяғыдан өлкенің өзен тауы қиятасы деп Хамит Ерғалиев өзінің өлеңінде осылай өрнек салған екен. Негізі қоңыр шарнақты домбыра халықтың әр мұңдасы, сырласы, ежелден бері кел жатқан тарих іспетті.
келе мынау Қазақстан композиторларының ішінде Құрманғазы шығармаларын операға, сахнаға кеңінен пайдаланған кімдер деп айтар едіңіз? Аты жөндерін атай кеткен жөн болар. Күйлерін, шығармаларын операда да болсын, симфониялық музыкаларда да болсын, біздің сол кездегі советтік композиторлар дейміз, Қазақстанның композиторлар дейміз ба, көп пайдаланған. Оның ішінде мысалы Қазақстан композиторларының 1935 жылдардан бастап пайдаланады. Сол кезде шыға бастады ғой, балеттік дүниелер шығып жатты, музыкалар шығып жатты. Мысалы айтып отырсақ, мына Балбырауын күйін алатын болсақ, ең бірінші болып 8 қыздың би қойылады. Сонда пайдаланады. Одан кейін мына Қызылқайың күйін 8 қыз бір жігіттің би қойылып, аты Балдыз болады, соған пайдаланады. Ал енді негізгі 34 жылдары бірінші рет Әуезовтың Айман Шолпан комедиясы қойылған кезде Қоян бүркіт деген биді Ақсақ киік күйінің музыкасына пайдаланады. Міне көріп отырсыз. 38 жылы Құрманғазының Адай түрмеден қашқан күйлері Амангелді кинофильмінде пайдаланады. 16 жылғы әлгі Амангелдінің көтерілісінде. Осы жылы күйшісінің 120 жылдық тойында болған концертте филармонияның хоры Көбік шашқан күйін орындайды. Бұл Қарабай капелла дейді. Сөзін ақын Тәжібаев жазады. Негізі жаңағы әлгі хорға дайындап бәрін түгел түсірген 8 дауысқа түсіреді Ларионов деген композитор. Мынау Россия жақтан келген.